Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың Ақтөбе облысының 2015 жылға әлеуметтік экономикалық дамуы және 2016 жылға қойылған міндеттер туралы тұрғындар алдындағы есептік кездесуі ақпанның 24 күні сағат 11-де Қоныс спорт сарайында өтеді. Сауалдар мен ұсыныстар отчет 2016 айғұлақ.акто.кз сайтында немесе облыс әкімінің ақтөбе.gov.kz блогында қабылданады. Сонымен қатар сұрақтар мен ұсыныс тілектерді қалада және аудандарда орналастырылған арнайы жәшіктерге де салуға болады. Жәшіктердің тұрған жері туралы облыстық, аудандық газеттерде, әкімдіктердің сайттарында көрсетілген. Сондай-ақ облыс әкімінің есептік кездесуі ақпанның 24-інде кешкі сағат 21:00-де Қазақстан-Ақтөбе телеарнасында көрсетіледі. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жұмыс сапарымен Мәртөк ауданында болды. Бірқатар елді мекендерді аралап, әлеуметтік нысандарды көрді. Тұрғындармен кездесті. Белгілі болғандай, ауылдықтарды мектептің апатты жағдайы мен клубтың құрылысына қатысты мәселелер толғандырады. Соңғы жылдары мал өсіруге қолайлы жайылым жерлердің де өрісі тарылған. Мәртөктіктердің мұңын естіген облыс әкімі мұндағы аудан басшылығына нақты тапсырмалар берді. Облыс әкімінің жұмыс сапары аудандағы ең ірі шаруа қожалықтарының бірі Радники акционерлік қоғамынан басталды. Бұл шаруашылық құрылымында 65 мың гектарға жуық егінжай алқабы мен жайылымдық жерлері бар. Астық егіп өнім алуға машықтанған шаруашылық жергілікті дүкендерді нан бөлкелерімен қамтып келеді. Мы могли наращивать объемы. Нан шығаруды ұлғайтамыз, дүкендермен келісім шартқа отыруды ойластырып жатырмыз. Біз нан бағасының арзан болуына, ал сапасы тұтынушының көңіліне жағатындай етіп шығаруға әрқашан тырысамыз. Облыс әкімі Радниковка ауылындағы жергілікті мектепте де болды. Оқу орнының көптен бері жөндеу көрмегені байқалып тұрды. Қабырғалары мен төбелеріне сызат түскен. Білім ұясының жөндеуді талап ететіні облыс басшысының жергілікті тұрғындармен кездесуі барысында да айтылды. Осындай мектептер көп, но бірақ мемлекетке, өкіметке ақпарат бергенде Ақтөбе облысында апаттық жағдайда тұрған мектеп жоқ деп мәлімет берілген. Содан кейін қаржы бөлінбейді. Сіздер білесіздер, мемлекет басшысының берген тапсырмасы бар. 2017 жылы Қазақстанда апаттық жағдайда 3 смена жұмыс істейтін мектептердің барлығы жойылу керек. Егер енді біз оны бермесек, сұрамасақ, кім бізге қаржы береді? Сондықтан енді біз қазір енді қалпына келтіруге жұмыс жасаймыз. Оған балдардың, немесе мұғалімдердің кінәсі жоқ. Қайталап айтамын, кінә өздерінің ауданның әкімінің, ауылдың әкімінің кінәсі. Олар сол үшін қойылған. Дер кезінде мәселені облыстың басшысына, өкіметтің алдында қою керек. Кездесу барысында ауылдықтар малға жайлы жайылым жерлердің көп бөлігі ірі шаруашылықтардың еншісінде кеткенін айтып, қарапайым тұрғындардың төрттілігі үшін мал өрісі тарылғанын жеткізді. Біздерде жаз айында мал шығару өте қиын. Соны пока мына жер сатылып кетпей тұрғанында, ертең кім біледі? Ақшалы біреу келеді, жерді сатып алады, сатып алғаннан кейін ол жерді қайыра алмай қаламыз. Сондықтан осы жерді реформалау керек. Жолды ашу керек малға, бағылатын жерді. Бұл мәселе бойынша облыс әкімі Радники акционерлік қоғамының басшысынан жауап талап етті. Василий Бондарев егін егілген маусымдық кезеңнен басқа уақытта малдың жайылуына ешқандай шектеу болмайды деп уәдесін берді. Әлеуметтік нысандарға қатысты мәселе Саржансай ауылында да кездесті. Мектептің көне екені өз алдына. Одан басқа тұрғындар ауылға клубтың қажет екенін де көлденең тартты. Қанша бір дағдарыс болғанмен де мына әлеуметтік салаларды қолдауымыз керек. Газдарыңыз бар, суларыңыз бар. Одан кейін бір нәрсе клуб мәселесі. Оны да көру керек, оның құжаттарын дайындау керек. Сосын ары қарай көреміз мүмкіндігіне қарай. Жалпы тұрғындар ауылда әлемдік дағдарыстың салқыны сезілді дейтіндей мәселе жоқтығын айтты. Оған Кеңсақара ауылында даму үрдісі жолға қойылған ауыл шаруашылық құрылымдары дәлел. Облыс басшысы оны да барып көрді. Мәселен, Рит Агро серіктестігі бүгінгі күнге дейін иелегендегі ірі қаралардың санын 300 басқа жеткізген. Бүгінде суармалы жерлерді кеңейту туралы жаңа жоба әзірлеп жатыр. Ал тұрғындар Кеңсақарағада клуб пен балабақша қажет екенін айтып қалды. Облыс әкімі барлық сұрақтарға жауап берді. Және қазір аудандағы көлік жолдарын қардан аршуға атсалысу керек деп тапсырды. Нұр Отан партиясының аудандық филиалында өткен кездесуде де бірқатар өзекті сұрақтарды көтерді. Облыс басшысы Мәртөк ауданына барған жұмыс сапарын Қаратоғай ауылында аяқтады. Бұл жерде де әлеуметтік нысандар облыс әкімінің назарынан тыс қалмады. Қаратоғайлықтар көкейкесті мәселелермен бөлісті. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Владимир Федотов, Қазақстан Ақтөбе.